Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Бүгін бізде бағдарламада иман нұры. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз әрине мынау көркем мінез деген тақырып болмақ. Алдымен тақырыбымызды бастамас бұрын студияға келген қонақпен таныс болалық. Ақтөбе медресесі колледжінің ұстазы, Ақтөбе облыстық дін істері жөніндегі ақпараттық түсіндіру тобының белді мүшесі Нұрғалиев Бауыржан Дастанұлы. Студиямызға қош келдіңіз, Бауыржан ұстаз. Бауыржан ұстаз, жаңа айтып өткеніміздей, мынау мінез құлық қазіргі қоғамда өзі жалпы адамдардың арасында осындай нарықтық кезеңдерде, ақпараттық кезеңдерде жалпы адамға өте қажетті бір дүние ғой мінез. Жалпы шариғатта мінез құлық, көркем мінез құлық деп қандай мінездерді айтады? Пайғамбарымыз қандай үлгісін көрсеткен немесе? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала саййидина Мухаммад. Енді көркем мінездің шариғатта орны өте үлкен. Әрине пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан сұраған кезде дін дегеніміз не деп сұрақ қойды ғой? Мәд-дину деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дін бұл көркем мінез деген екен. Яғни діннің басынан аяғына дейін, яғни шашынан тырнағына дейін деп айтамыз ғой, толып тұрған, тұнып тұрған көркем мінез дейді. Яғни көркем мінезсіз дін болмайды. Көркем мінез діннің барлық саласына қатысы бар. Яғни иман болсын, шариғат болсын, қандай жүріс, тұрыс, барлық нәрсеге көркем мінез өте қажетті. Сол үшін, яғни пайғамбарымыз дін бұл көркем мінез деген. Яғни көркем мінезсіз адам иман келтіру қиын. Иман келтіргеннің өзінде де көркем мінез болмаса, ол иманыңның құны жоқ. Ол көркем мінезсіз сіздің істеген сауапты ісіңіздің бағасы жоқ, салмағы жоқ. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп бір кісі сұрайды енді. Я Алланың елшісі, біз көршіміз бар, түніменен намаз оқиды, күндізі ораза. Яғни бұл да шариғаттың үлкен нелері ғой енді, амалдары. Бірақ мінез нашар дейді. Мінез нашар. Ол қалай болады деген кезде пайғамбарымыз ол тозаққа дейді. Яғни оның күндіз ораза ұстағанның, түнде намаз оқығанның ешқандай бір қорғаны, тозақтан қорғайтын ешқандай бір несі болмайды, қасиеті болмайды. Ал енді оған көркем мінез қосылатын болса, ол шынында да намаз болады, оразамыз ораза болады. Енді көркем мінездің алатын орны өте көп енді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Аллах тағала сен өте көркем мінездің иесісің деген. Бетіне айтқан бір-ақ қана жері бар екен. Енді пайғамбарымыз сыртынан енді Аллах тағала көп мақтаған ғой енді. Ол өте парасатты, ол өте бір ақылды, ол деген көргенін, естігенін жаңылмайды, көргеннен шатаспайды. Айтса тек қана Алланың сөзін айтады, ол қателеспейді деген нелерді сыртынан айтқан болса, ол деп. Ал енді өзінің тікелей өзіне Құранда аят бар. Бірақ жерде Мұхаммад, сен көркем мінездің иесісің, өте ұлық көркем мінездің иесісің деген. Сосын ол көркем мінез өте үлкен жолы, орны. Енді мынау кітаптардан оқып отырсақ, пайғамбарымыздың, ардақты пайғамбарымыздың бір хадисі келеді екен. Жаңағыдай таразыда тартқан кезде ең ауыр болатын нәрсе ол ақылақ, яғни мінез құлық дейді. Сонда сізге қойылатын сауал, не үшін дініміз мінез құлыққа соншалықты мән беруде? Хикметі қандай бұның? Бұл енді көркем мінез әр нәрсенің өзінің сәнін келтіреді. Әр сөзіміздің, әр қимылымыздың, иманымыздың сәнін, құнын, жемісін көрсетіп тұрады осы көркем мінез. Көркем мінезсіз ешқай нәрсенің қасиеті болмай қалады. Көркем мінезсіз істелінген жаңағы хадисте айтқанымыздай, көркем мінезсіз істелінген ешбір амалдың құны болмай қалады, Алланың алдында да. Сол жерде көркем мінездің орны өте үлкен. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, қиямет күнінде маған ең жақын жәннатта, ең жақын, енді пайғамбарымызға ең жақын отыру деген ең үлкен дәреже ғой енді. Және маған өте әдемі көріністе көрініп отырады. Адамдар қараған кезде бір сүйсініп қарайтын адамдар болады, қараған келмейтін адамдар болады. Пайғамбарымыз айтады, қияметте ең жақын, және мен оған қараған кезде бір сүйсініп қарап отыратын адам,
ол көркем мінезді адам дейді. Қиямет күнде жаңағы өзіңіз айтқандай, қиямет күнде амалдардың барлығы таразыға салынады. Сол таразы жаман амалдарға да жақсы амалдардың таразысына салынған кезде мінездің алатын орнына салмағы өте үлкен. Көркем мінез болса жақсы амалдардың таразысына өте ауыр болып түседі. Мінезіңіз нашар болатын болса жаман амалдардың таразысына ең ауыр болып түсетін сол көркем мінез. Сол енді көркем мінезсіз енді біз дүниеде өмір сүріп жатқаннан кейін әр нәрсенің өзінің несі бар, мәмілесі бар, қарым қатынасы бар, әр нәрсе өзінің тәртібі бар. Соның барлығы тәртібі, мәмілесі, осының бәрі көркем мінезге байланысты. Мысалы, Аллах тағаламен қандай мәміледе болуымыз керек, Құранменен қандай мәміледе болуымыз керек, Алланың елшісімен қандай мәміледе болуымыз керек, жалпы мұсылмандармен қандай мәміле, жалпы мұсылман емес болса да қандай адам болған адамменен, адам деп есептелетін мақлұқпенен қандай мәміледе болуымыз керек. Соның әрқайсының өзінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрсетіп кеткен. Енді пайғамбарымыз өзіне өзі көрсеткен адам емес қой енді. Оған Аллах тағала үйреткен, оны пайғамбарымыз Аллах тағала тәрбиелеген, сол дін арқылы жібергеннен кейін пайғамбарымыз бәрін көрсетті. Енді бауыржан Дастанұлы, жаңа бір сөзіңізді айттыңыз, көршілерден қарым-қатынас туралысында. Жалпы осы ислам дінінде көршілермен болған мінез қарым-қатынаста қандай сабақтар айтады? Немесе ағайын тумамен қарым-қатынас кезінде қазір мынау өткені қойып отқаным сұрақты. Қоғамда көп кездесетін қазіргі кездегі бір ауру дерттің бірі. Жаңа ағайындардың арасының араз болуы, бір-бірінің жаңа мінездерінің жараспауы, көршілермен есігі қарама-қарсы тұрып бір-бірінің жаңа мінездерінің келіспей жатуы, көршінің ақысы деген де бар ғой шариғатымызда. Жалпы көршімен, тума-туыстармен адамның мінез құлқы, ақылағы қандай болу керек деп ойлайсыз? Енді бұл тақырыпқа кірместен алдын ең бірінші адам сол туысқандарды, көрші көлемді, бізді өзімізді жаратқан Алламен мәмілені дұрыстап алу керек. Мінез құлықты дұрыстап алу керек. Адам егер Аллах тағаламен өзінің жаратушысыменен мәмілені дұрыстаса, сонымен көркем мінезде болатын болса, одан кейінгі орында, яғни Аллах тағала өзі түзеп қояды иншалла. Көршіменен қалай болу керек екендігін, ата-анамен қандай болу керек екендігін, ағайын туғанмен қандай болу керек екен, Аллах тағаланың өзі соған жолға салып қояды. Бірақ әуелі адам Алламен болған мәмілені дұрыстап алу керек. Ар жағын енді Аллах тағала өзі несін салады. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар, Сахих Бухарида, егер бір Аллах тағала бір адамды жақсы көрсе дейді, жақсы көрсе, яғни бір мінезіне қарап тұрып, тұрысына емес, әрине, оның ішкі дүниесіне қарап тұрып, пиғылына қарап тұрып, мінезіне, осы мінез құлқына қарап тұрып, Аллах тағала жақсы көреді ғой енді. Сол адамды жақсы көретін болса, әуелі Алла жақсы көреді дейді. Одан кейін періштелерге аспан әлеміне айтады екен: ей періштелер, сіздерді осы пендені жақсы көріңдер, өйткені мен жақсы көріп тұрмын дейді екен. Одан кейін сол періштелер айтады екен, періштелерге айт дейді екен Аллах тағала: жер бетіндегі бүкіл адамзат, тірі жанның бәрі соны жақсы көрсін дейді екен. Содан кейін барып адамдар жақсы көре бастайды екен. Сонда мәміле дұрыстала бастайды екен. Ең әуелі адам Алламенен мәмілені дұрыстап алса, Аллаға ұнайтын істерді істеп, Алла жақсы көретін нәрселерді айтып, соны Алламен мәмілені дұрыстап алатын болса, оның барлығы, кейінгі нәрселердің барлығы содан кейін реттеледі. Аллах тағала өзі жақсы көрген пендені барлық адамға жақсы көрсін. Егер бір адамды жек көрсе дейді Аллах тағала, бір қылығы үшін, бір мінезі үшін Аллах тағала жек көрсе, періштелерге айтады дейді: періштелер, аспан әлемі, мақлұқтар, сіздер мына адам жек көріңдер дейді. Содан кейін барып адамдарға жеткізіңдер, бүкіл адамзат, тірі жанның бәрі соны жек көрсін дейді. Сол кезде ол Алла жек көрген адам ешкім жақсы көрмейді оны. Онымен ешкім мәмілеге келе алмайды, ешкім келісе алмайды онымен. Өйткені оны әуелі Алла жек көріп тұр. Сосын әуелі адам Алламенен мәмілені дұрыстап алу керек. Енді Алламен мәмілені дұрыстау деген сөз, енді ол Аллаға шүкір ету керек. Ең бірінші Аллаға иман келтіру керек. Алланың өзінің жалғыздығына, ұлықтығына, құдіреттілігіне, серігі жоқтығына иман келтіру керек. Одан кейін бергеніне шүкір ете білу керек. Аллах тағалаға әрдайым шүкір, бергені көп, алғаннан бергені көп. Әр нәрсенің беріп жатқан дүниеміздегі барлық нәрсе Алланың берген. Аллах тағала Құранда айтады ғой: "Уама бикум мин ниъматин фаминаллах". Сіздерге келіп жатқан бүкіл нәрсе ол Алладан дейді.
сосын оған шүкір ете білсе адам. Және енді бергеннен бергені көп дейміз ғой. Кейде адам сынау, Аллах Тағала сынау үшін адамға кішкентай бір бейнет болуы беруі мүмкін, бір қиындық беруі мүмкін, соған сабыр ете білу керек. Аллах Тағала бергені көп қой енді. Алып атқаны енді мынау сынақ шығар енді, мен барлық басыма келген бір кішкентай бір нәрсе ғой енді деп Аллах Тағала сабыр ете беру керек. Көбірек тәубеде болу керек. Енді адам қателеспейтін адам жоқ, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, адамдардың ең жақсысы, адамдар бәрі қателесуші дейді әрине. Қателеспейтін адам жоқ, бірақ қателескендердің ең қайырлысы дейді, ол Аллах Тағалаға тәубе қылған адам дейді. Сосын Алланың мейірімінен де үмітін үзбеу керек. Яғни қанша қателесіп кетеміз, тәубе қылып Аллах Тағала кешіреді ғой, көбірек истиғфарды айтып, осылай мәмілені дұрыстаса, намазында мәмілесін дұрыстаса, ораза ұстауында мәмілесін дұрыстаса, зекет беріп жатқанда, садақа қылып жатқандағы мәмілені дұрыстаса, ықыласпенен, шариғаттың жолыменен істеп мәмілені дұрыстап алса, Аллах Тағала кейінгілердің бәрі мәмілесін дұрыстайды негізінде. Демек ең басты нәрсе мәміле дұрысталса, қалғанның барлығы Алламен мәміле дұрысталса. Енді кезекті бір туындап отырған сұрағымыз мынау жаңағы тақырыпқа арқау болып отырған қазіргі мынау қоғамдағы әсіресе жас отбасында болатын мәселелер, ажырасу. Шариғатта біз білеміз, жаңағы Құдай Тағаланың өзі рұқсат берген, бірақ ең жек көретін амал дейді ғой, ажырасу ерлі-зайыптылардың. Дәм-тұзы жараспай деген сөз бар қазақта. Мінездері келіспей деп жазады. Мынау ажырасқандардың зерттеу жасаған екен, өткенде құралдарды қарап отырсақ ақпаратта. Сол 100%-дің 70%-тен астамы мінездеріміз жараспады деген себептер айтылған екен. Демек, отбасылар үшін, әсіресе жас отбасылар үшін мінездерінің жараспауынан екі жаққа кетуі, осы туралы сіз қандай бір ой айта аласыз, қандай бір тұжырым бере аласыз? Солай кете берсек дұрыс па өзі? Мінезге сала берсек барлық себепті. Енді Аллах Тағала дінді түсірді, не үшін түсірді негізінде? Бір адамға бір уақыты кең болғандықтан, бекерші болғандықтан, бір ауырып қалғанда бір ұстанатын нәрсе емес та бұл. Бұл дін Аллах Тағала осы бүкіл өмірді қалай өмір сүруіміз керек. Дүниеде қысқа өмірде әке мен бала қалай өмір сүру керек. Ертең үйленгеннен кейін қандай бір-біріне ер адамның орны қандай болу керек. Әйел адамның қандай болу керек. Әке шеше болсаң баланың алдында қандай тұруың керек. Бала болсаң әке шешесінің алдында қандай ұстауың керек. Осының бәрі ескерілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйленді. Және бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның несінде бір хадисте келеді ғой, бір 3 сахаби келіп Айша радиаллаху анхадан сұрап кетеді пайғамбарымыздың сыртынан. Айша анамыз, біз мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жөнінде сұрайын деп едік. Деп сұрап, сұрақтарын қояды да кетіп баратып, мен енді үйленбейтін шығармын дейді пайғамбарымыз. Енді құлшылық қылғанын айтады. Айша анамыз оразаларını көп ұстайтындығын айтады, түніменен намаз оқитындығын айтады. Сонда біреу тұрып, мен енді ұйықтамайтын шығармын, түніменен намаз оқитын шығармын. Біреу енді мен көбінесе енді аузымды ашпайтын шығармын, күнді ораза ұстай беретін шығармын деп. Үшінші тұрақта мен үйленбейтін шығармын дейді. Сонда пайғамбарымыз естіп қалып, мынау менің сүннетім, мен деген үйленем, мен деген ораза ұстайтын күндерім болады, ашатын күндерім болады, демалатын күндерім болады, уақыттарым болады, түнде аптасына 7 күн намаз оқи бермеймін, 24 сағат. Демалатын уақыттарым болады, осы мен сүннетім, кім менің сүннетіме жүрмесе сол менен емес деген екен. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсетпеген нәрсесі жоқ, көрсетпеген. Барлық жолын тәртібін үйленді де көрсетті, қандай үйленгенде қандай болу керек. Ер болғанда қандай болу керек. Әйел қандай болу керек екенде әйелдер көрсетіп кетті. Балдары әкенің алдында қалай істеу керек. Әке баланың алдында өзін қалай істеу керек. Өмірінде бәрін көрсетіп кетті. Үйленбей кеткен Иса сияқты болса екен. Ол үйленген жоқ, әрине ол семьяның қандай екен. Үйленді, қанша әйел алды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таң қалатынымыз, яғни тарихшылар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 9 әйел алған болса, кейбір жерде 11 әйел алғанмын дейді. Пайғамбарымыз дүниеде өткеннен кейін бірде-бір әйелі пайғамбарымыз жөнінде бір жаман сөз айтпаған дейді. Сонда оның мәмілесі қандай болған? Айша радиаллаху анха айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйге келген кезде үйдің шаруасын істейтін, жуатын болса өзі жуатын еді, тігетін болса өзі тігетін еді, сыпырып жіберу керек болса сыпырып жіберетін, жинап жіберу керек болса жинап, жуып жіберу керек болса аяқты жуып жіберетін еді.
яғни үйдің шаруасына намаздың уақыты келді ма мешітке шығып намазын оқи қоятын. Яғни осыларды білмегендіктен жастар әрине айтып отырмыз ғой жаңа шариғатты дұрыс түсінбегендіктен, терең түсінбегендіктен, тек қана бір переводтардан оқып алғаннан ба намаз оқитын балалардың өздері де шариғатты білмегеннен осындайға барады енді. Сосын Аллах Тағала енді олардың барлығына енді діннен сауатты болуға тырысу керек. Адам діннен сауатты болса, еш дін адамды жамандыққа үйретпейді. Діннің мақсаты екеу. Дін Аллах Тағала түсіруіндегі мақсаты екеу ғана. Адамды осы дүниеде және қиямет күнде бақытты болу жолын үйрету, қияметте бақытқа жетудің жолына түсіру, және екіншісі бұл дүниеде оған қор қылатын, оны қор қылатын, оны бұзатын нәрседен тыю, қияметте тозаққа апармаудың амалын қарастыру. Басқа мақсат жоқ. Яғни сол дінмен жүретін болса, әрине барлық нәрсе дұрысталады, бәрі ретіге келеді. Демек, күйеуім ашушаң, күйеуім мау басты, жаңағыдай бір мінезім осындай деп, оған бір ажыраса біреу себеп жоқ секілді. Әрине, оның барлығына мысал келтірген, енді шариғатымызда барлық нәрсенің өзінің мысалы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі де алдыңғы пайғамбар, мысалы Құранда 25 пайғамбардың өмірі келтірілді. Неге десеңіз, барлығының өмірінде бізге үлгі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінде қандай үлгі бар? Құранда Аллах Тағала айтады: "Уалақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Сіздерге Алланың елшісінде үлкен әдемі үлгі бар дейді. Әдемі үлгі бар дейді. Сонда Салман Фарси жаңа келіп бір христиан айтқан екен. Христиан дінінің өкілі: "Ей Салман Фарси, енді пайғамбарымыздың сахаба, ұлық сахабаларының бірі ғой. Салман пайғамбар сіздерге, Мұхаммад сіздерге барлығын үйретіп кетті ме?" дейді. Алланың елшісі демейді ғой енді олар, өзі христиан болғаннан кейін. Мұхаммад сендерге барлығын үйретіп ме? Иә, барлығын үйретіп кетті. Әжетханаға кіріп шығудың өзін үйретіп кетті ғой бізге. Енді әжетханаға кім кіріп шықпай жатыр дейсіз ғой. Ол кіріп шығудың не проблемасы бар? Бәріміз кіріп шығып отыр, ешқандай несі жоқ қой. Оған жолда керек емес қой, бағытта керек емес дейсіз. Жоқ, оның өзінің бағыты бар. Оны кіріп шығудың өзін. Сонда христиан айтқан екен: Мұхаммадтың үйретпеген нәрсесі жоқ екен, көрсетпеген нәрсесі жоқ екен. Әжетхананың өзіне кіріп шығуды көрсетіп кеткен болса, енді ар жағын айтпай-ақ қой деген екен. Сосын шариғатымызда барлығы бар. Әке қандай болу керек, ерлі адам қандай болу керек. Әйел адам болса, оны аналарымыз көрсетіп қойды, қандай болу керек екен. Қыздар көрсетіп қойды пайғамбарымыздың. Олардың барлығы тұрмыста болған адамдар. Сосын енді пайғамбарымыздың жанұясында бізге үлкен үлгі бар. Соны білсек, соны түсінсек, сонымен жүрсек, міне пайғамбарымыз сүннеті бізге ең жақсы жол, ең әдемі жол, ең жеңіл жол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: кім білім талап қылу жолға шықса, Аллах Тағала жәннатқа баратын жолды жеп-жеңіл қылып қояды. Білім талап қылу дегенде тек қана Құран оқи беру деген сөз емес. Білім талап қылу деген сөз медреседе жата беру деген сөз емес. Білім талап қылу деген сөз бұл дін үйрену деген сөз. Дінді үйренсе барлығы жеңіл, барлығы оңай. Жәннатқа бару сауаптың жолы өте ыңғайлы. Сосын енді Бауыржан Дастанұлы өте жақсы ойларды айтып жатсыз. Жалпы ис қазақ мұсылманмын деп айтады өзін. Мұсылманның сипаты қандай болу керек? Қоғамдық орындарда сөйлеу әдебі, мінез құлық, жалпы қарым қатынаста адамдар. Енді көркем мінезді болу керек қой енді. Көркем мінез дегеніміз тек қана момын сүмірейіп жүре беру деген сөз емес. Ол көркем мінез Алла менен мәмілені дұрыстау, адам менен адамның арасындағы мәмілені дұрыстау, ата-ананың алдындағы мәмілені дұрыстау, сөйлегенде де шындықты сөйлеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Құл хаққа уәләу күнна мурран." Яғни ащы болса шындықты айт дейді. Әділ бол, шыншыл бол дейді. Алейка бис-сидқ. Сендер шыншыл болыңдар. Шыншыл болыңдар. Өйткені шындық ол жақсылық қалып барады, жақсылық жәннатқа алып барады. Өтіріктен абай болыңыздар. Жалғаннан абай болыңыздар. Алдаудан абай болыңыздар. Өйткені ол жаман жолға алып барады, жаман жол тозаққа алып барады дейді. Осы мәміленің барлығында шындыққа керек. Әділ болу керек. Құранда да сол айтып қойған. Сен ағайын туғанның алдында болсаң да әділ бол. Сен өзің ұтылып баратсың да, саған бір зиян келіп баратса да әділ бол дейді. Өзіңе зиян келейін деп тұрса да әділ бол дейді. Шыншыл бол дейді.
яғни оның ар жағында пайғамбарымыз Құранда айтады ғой, сіздер кейбір нәрселерді жақсы көрулерің мүмкін, бірақ ол нәрсе сіздерге зиян болып келеді. Кейбір нәрселерді жек көрулеріңіз мүмкін, енді әділдікті жек көреміз, өзімізге әділетсіз болып жатса, не болып жатса, яғни зиян шегіп жатсақ, жек көруіміз мүмкін. Сіздер кейбір нәрсені жек көрулеріңіз мүмкін, бірақ оларда қайыр бар дейді сіздер. Алла біледі, сіздер білмейсіздер дейді. Сосын енді адам болғаннан кейін бәріменен мұсылман болсын, мұсылман емес болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамға зиян келмеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, тіліменен нағыз мұсылман дейді. Нағыз мұсылман деген екен. Нағыз мұсылман тіліменен де қолменен де адамға зиян бермеген, адамдарға зиян бермеген дейді. Ал нағыз момын болғың келсе дейді пайғамбарымыз. Нағыз момын болғысы, мен момынмын деп айтқың келсе, онда сен барлық адамдар саған сеніммен қарау керек дейді. Бүкіл адамның сеніміне кіруің керек сен дейді. Ал енді адамдардың сеніміне кіру оңай емес. Адамдардың сеніміне кіру үшін сен шыншыл болуың керек. Кез келген жерде, кез келген неде әділ болуың керек. Кез келген жерде сен таза болуың керек, ақ болуың керек, дұрыс болуың керек. Сөзіңде, жүрісіңде, тұрысыңда бәрі дұрыс болса, адамдар сені сеніммен қарайды. Кез келген адам сеніммен қарайтын болса, саған танитын. Сен туғаның бола ма, туғаның емес болады ма, сен діндарың болады ма, діндес бауырың болады ма, басқа діннің өкілі болады ма. Әйтеуір сені танитын адам саған сеніммен қараса, сонда сен момынсың дейді. Тек қана кәлима айтқан адам момын емес, тек қана намаз оқыған адам мұсылман емес. Ол адамдарға зиян бермеу керек. Қолменен, тілменен сен мұсылмансың дейді. Демек, осыншалықты бауыржан Досанұлы өзіңіздің қоғамдағы өзекті болып отқан тақырыпқа арқау болып айтқан өнегелі әңгімеңізге көп рахмет айтамыз. Әне-міне дегенше бізге берілген уақытта өзінің мәресіне жетіп келген екен. Құрметті көрермендер, бүгін бізде иман орнында қонақта болған Ақтөбе облыстық дін мәселелері жөніндегі ақпараттық түсіндіру тобының белді мүшесі, сонымен қатар Ақтөбе медресесі колледжінің ұстазы Бауыржан Досанұлы Нұрғалиев болатын. Сізге көп рахмет келгеніңізге. Ал құрметті ағайын, осымен күніміз жақсы болсын, жұма мүбәрак болсын, көркем мінезді болайық ағайын. Сау болыңыздар.